Hoş geldiniz менің арнама. Бұл видеода чайник қап, не болмаса ақ құман чехолы, чайник чехолы деп айтылады. Соны тігетін боламыз. Мынандай дайын лекаланы алып матадан пішеміз. Основной матамыз бізде дак матасы, соның үстіне қойып пішіп аласыз. Кесіп астарлы бөз матасы сапалы, соны да кесіп аламыз. Лекаланы дайын лекала қажет болса маған жекеме жазсаңыз болады. Сол жерден мен сізге жіберемін. Ортасына біз синтепон саламыз. Мына синтепонды 1 сантиметр матадан 1 сантиметр үлкендеу қылып алып тігіп аласыз. Екі жағына да керек. Екі-екіден әр матаны екі-екі данадан кесіп аламыз. Барлығын өстіп кесіп алып дайындап аламыз. Шәйнектің ыстығын ұстап тұрғанға арналған. Мына жерде енді астына бөзін қойып, ортасына синтепонды, сыртына сыртқы матаны қойып, инемен шаншып аламыз. Сөйтіп, сызық жасап, қолмен сызып алсаңыз да болады, сызбай жолақтар жасай берсеңіз де болады. Осылай жоғарыдан төмен, не болмаса төменнен жоғары қарай тігу керек. Айқасып тігілсе, ол синтепон қозға жібереді. Менің жағдайымда осылай жоғарыдан төмен қарай тігіп жатырмын. Және де әр тіккенді екі бөлікті бөлек-бөлек кесіп алып отырып тігемін. Себебі келесі жолға өткенге маған ыңғайлы болу үшін. Осылай тігіп жолақ жасап аламыз. Өзіңіз қалағандай ромбик жасасаңыз да болады, не болмаса осылай ұзын-ұзын қылып жасасаңыз да тіксеңіз де болады. Мен осыны осылай тігіп алған соң, осы жолақтардың астына холофайберді саламын. Кішкене томпақтау түрі әдемі болу үшін, жылуын жақсы ұстап тұру үшін де. Осылай холофайберді ручкамен, қолмен, әйтеуір ортасына қарай тығып. Бұл размеріміз үлкендеу чайникке арналған. Үлкен чайникке. Шәугімдікі бұдан да үлкен болып керек. Енді осылай бәрін тағып алғаннан кейін инемен шаншып алып, синтепондардың бәрін ішіне кіргізіп, жоғары жағында шетінде артықтарын кесіп тастаймыз. Кесіп алғанды шетіне салып жіберсеңіз болады. Осылай инемен шаншып отырып, көмекші тігіс жасап аламыз. Жанын синтепонды холофайберді ішіне тығып отырып, астар мен үстін қосып тігіп аламыз. Холофайбер синтепонды ішіне кіргізіп. Ол бізге қазір касая бейканы сыртынан қаптап тіккенге ыңғайлы болады. Міне дайындап алдым, екеуін екі жақты да тігіп. Енді касая бейкамызды осыны тігісті жасыру мақсатында сәндік ретінде осыны әдемілеп қаптап отырып тігеміз. Айналдыра үш жағында. Өзіңізге көмекші құралдарыңызды алып алсаңыз болады. Мен сөккіш дейміз ба, сөккішті ұстап отырып, маған солай ыңғайлы, осылай тіккенге сөккішпен итеріп отырып, басып отырып тігіп шығамыз. Касая бейкамызды. Айналдыра екі жақты да осылай тігіп аламыз. Бізде дак матасы, сыртындағысы дак мата, таза сапалысын алсаңыз, турецкийін, о жерде Freedom деп жазылып тұрады, сол Freedom'ын алсаңыз, ол су өткізбейді біріншіден, екіншіден кір болмайды көбінде, ұзаққа шыдамды да, қайта жуа бермейсіз. Міне дайын болды. Осы екеуін оң жағына беттестіре отырып тігіп шығатын боламыз.
Және мен бұл жерде айналдыра тігіп аламыз. Мен бұл жерде бір нәрсені ұмытып кетіппін. Мына жоғарыда ең ортасына мынандай стағышын орнатасыз. Оны енді өзіңіз ыңғайлап кесіп алсаңыз болады. 5 сантиметрде 5-те 10 қылып па кесіп алып, аны ортасына қойып тігіп жібересіз. Міне менде осы клиенттің тапсырысы болатын. Осылай. Онда осындай чайникке. Арнама тіркеліп лайк баса өтіңіз. Қайырлы, табысты білім болсын.